Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар? Бүгінгі дәріс тақырыбы бағдарламалық жасақтама және операциялық жүйелер. Бұл екі ұғым ақпараттық технологиялар әлемінде үлкен маңызға ие. Бағдарламалық жасақтама бұл компьютерлер мен компьютерлердің жұмысын басқаратын, әртүрлі тапсырмаларды орындайтын бағдарламалар жиынтығы. Ал операциялық жүйелер сол бағдарламаларды басқару үшін негіз болатын орталық бағдарламалық платформа. Бүгінгі дәрісте қаралатын сұрақтар: бағдарламалық жасақтаманың түсінігі мен түрлері, операциялық жүйелер оның түрлері, бағдарламалық жасақтаманың даму тарихы, қазіргі заманғы бағдарламалық жасақтамалар, бағдарламалар мен операциялық жүйелерді таңдау критерийлері. Бағдарламалық жасақтама бұл компьютерде немесе басқа электронды құрылғыларда орындалатын кодтар жиынтығы. Бағдарламалық жасақтама екі негізгі санатқа бөлінеді. Жүйелік бағдарламалық жасақтама операциялық жүйелер мен құрылғылардың жұмысын қамтамасыз етеді. Ал қолданбалы бағдарламалық жасақтама қолданушылардың белгілі бір тапсырмаларды орындауына арналған, мысалы, мәтіндік редактор, ойындар браузерлері, тағы да басқа әрбір саладағы қажетті программалар. Операциялық жүйе бұл компьютерлік жүйені басқаруға арналған бағдарламалық жасақтама. Оның басты міндеттері құрылғыларды басқару. Операциялық жүйе процессорды, жадыны, қатты дискілерді және басқа ақпараттық құрылғыларды басқарады. Бағдарламаларды іске қосу қолданушының бағдарламаларды орындай алуын қамтамасыз етеді. Қолданушылармен байланыс орнату, қолданушы мен компьютердің арасында интерфейс құру. Және үшінші, қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Деректердің қауіпсіздігін, пайдаланушы құқықтарын және желілік қауіпсіздікті қорғау. Windows қолдануға ыңғайлы кең қолданушылар қауымдастығы бар. Дегенмен вирусқа бейім және лицензиясы қымбат болуы мүмкін. macOS-та дизайн мен графика саласында жоғары жұмыс жасайды. Қауіпсіздігі жақсы, алайда тек Apple құрылғыларында қолжетімді. Linux ашық кодты, тегін, бейімдеуге икемді, тұрақты жұмыс істейді. Бірақ кейбір қолданушыларға оны үйрену қиындау болуы мүмкін. Android және iOS мобильді құрылғыларға арналған. Android ашық әрі икемді, бірақ қауіпсіздік мәселелері туындауы мүмкін. iOS қауіпсіз және қолдануға ыңғайлы, бірақ икемділігі шектеулі. Операциялық жүйелердің алғашқы нұсқалары 1950-60 жылдары пайда болды. Ең алғашқы операциялық жүйе Unix, қазіргі көптеген операциялық жүйе осы Unix негізінде дамыды. Кейіннен Microsoft компаниясы MS-DOS, одан кейін Windows операциялық жүйелерін шығарды. Apple macOS жүйесін шығарса, Linux жүйесі ашық кодты жобалар арасында танымалдыққа ие болды. Бағдарламалық жасақтаманың даму тарихы негізінен 4 кезеңді қамтиды. Алғашқы кезең бұл бағдарламалық жасақтаманың алғашқы пайыншкарттармен байланысты болды. Одан кейін 1960 жылдарда жоғары деңгейлі бағдарламау тілдері пайда болады. 1880 жылдары персоналды компьютерлердің пайда болуымен бағдарламалық жасақтаманың қолжетімділігі артты. Қазіргі уақытта интернеттің дамуымен бағдарлама дамуы одан әрі дамып келеді. Қазіргі заманғы бағдарламалық жасақтамалар бұл мобильді бағдарламалық жасақтама. Мобильді құрылғылардағы қолданулардың көбеюімен қатар пайда болды. Бұлтты есептеулерді алуымызға болады. Бұлар серверлердегі бағдарламалық жасақтамаға қашықтан қол жеткізу мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Жасанды интеллектті алсақ, ол бағдарламалық жасақтамаға адамның ойлау қабілетімен қамтамасыз етеді. Операциялық жүйелердің түрлері өте көп. Негізгі категорияларға тоқталатын болсақ, десктоптық операциялық жүйелер, мысалы Windows, macOS және Linux. Олар дербес компьютерлерде жұмыс істейді және әртүрлі қолданушыларға арналған. Мобильдік операциялық жүйелер, мысалы Android және iOS,
Олар мобильді құрылғыларға арналып жасалған және сенсорлық басқару мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Серверлік операциялық жүйелер серверлерге арналған, мысалы Windows сервер, Red Hat Enterprise Linux және Ubuntu сервер. Олар серверлердің үздіксіз жұмысын қамтамасыз етіп, үлкен жүктемелерді көтере алады. Операциялық жүйе бірнеше негізгі компоненттерден тұрады. Ядро операциялық жүйенің басты бөлігі, ол процессорды, жедел жадыны, құрылғыларды басқарады. Келесі файлдық жүйе. Ол деректерді сақтау құрылымын, жедел жадыны реттейді және файлдармен және каталогтермен жұмыс жасайды. Қолданушы интерфейсі. Қолданушылардың операциялық жүйемен өзара әрекеттерін қамтамасыз етеді. Бұл интерфейс графикалық немесе командалық жол интерфейсі болуы мүмкін. Мысалы, MS-DOS бұл графикалық, ал басқа Windows операциялық жүйесі бұл графикалық жатса, MS-DOS операциялық жүйесі командалық интерфейске жаталады. Бағдарламалық жасақтама мен операциялық жүйелердің өзара әрекеттестігі бұл қосымшаларды іске қосуды, сонымен бірге ресурстарды бөлуді, қауіпсіздікті және пайдаланушылармен өзара әрекеттесуді қамтамасыз етеді. Қосымшаларды іске қосу бұл операциялық жүйе қосымшаларды іске қосуға мүмкіндік береді. Ресурстарды бөлу кезінде операциялық жүйе қосымшаларға ресурстарды бөліп береді. Операциялық жүйе қосымшалардың қауіпсіздігін әрдайым қамтамасыз етіп отырады. Және ол операциялық жүйе қосымшаларды пайдалануға көмектесіп, пайдаланушыға өзара әрекеттеседі. Бүгінгі таңда бағдарламалық жасақтаманың әртүрлілігі өте көп. Қолданбалы бағдарламалық жасақтама, офис бағдарламалары, Photoshop, браузерлер, жүйелік бағдарламалық жасақтама, операциялық жүйелер мен драйверлер жатады. Ал желілік бағдарламалық жасақтамаға ол серверлік қосымшалар, мессенджерлер, бұлттық қызметтер. Осылардың барлығы желілік бағдарламалық жасақтама болып табылады. Жаңа тенденцияларға сәйкес, қазір жасанды интеллектпен, бұлттық сервистермен және автоматтандыру жүйелермен интеграцияланған бағдарламалық жасақтама жоғары сұранысқа ие. Бағдарламалық жасақтама мен операциялық жүйелердің болашағы өте зор. Жасанды интеллект бағдарламалық жасақтама және операциялық жүйелердің дамуында маңызды рөл атқарады. Сонымен бірге бұлтты есептеулер бағдарламалық жасақтаманы қолжетімді және масштабтандырады. IoT бағдарламалық жасақтама мен операциялық жүйелердің қолдану аясын одан әрі кеңейтеді. Осы дәрісте біз бағдарламалық жасақтама мен операциялық жүйелердің негізгі ұғымдарын қарастырдық. Операциялық жүйелер компьютердің ақпараттық және бағдарламалық ресурстарын тиімді басқаруға мүмкіндік беріп, пайдаланушыларға түрлі тапсырмаларды орындау мүмкіндігін береді. Бағдарламалық жасақтаманың көптеген түрлері бар, және олардың дамуы технологияның дамуымен бірге жүріп келеді. Дәрісіміз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет.